Кайырлуу күн достар. Бүгүн Дүниежүзүлүк туризм күнү. Осы мереке қарсаңында Әзір Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығы келушілер арасынан арнайы сауалнама ұйымдастыруда. Бұл сауалнама музей қорықтың қызмет сапасын жақсартуға бағытталған. Ал біздің қонақтардан сауалнама алуға көмектесетін Түркістан көпсалалы жоғары қолөнер колледжінің студенттері. Құрметті қонақтар, әрбіріңіздің пікіріңіз біз үшін маңызды. Қыздар, дайынсыз ба? Қызмет жасату бойынша ұсыныстарыңыз? Негізінде маған барлық қызметтер ұнайды, бірақ егер де виртуалды гидтерді қоятын болсақ, өзі брондай алса, өзі картаны көре алса, меніңше өте күшті болар еді. Яғни тіл білмейтін адамға бұл өте қатты мүмкіндік деп ойлаймын. Рахмет. Бүгін біз бүкіл әлем атап өтетін ерекше мерекені 27 қыркүйек халықаралық туризм күнін бірге қарсы алып отырмыз. Туризм тек саяхат қана емес, жаңа мәдениетті тану, тарихпен танысу. Қазақстан жер көлемі бойынша әлемде 9-ші орында. Еліміздің әрбір өңірі өзіндік бай тарихымен, табиғатымен және мәдениетімен ерекшеленеді. Осы мерекеге орай біз сіздерге көңілді викторина ұсынамыз. Ол үшін сыртқа шығып, қала қонақтары мен тұрғындарына сұрақтар қоямыз, жауаптарын бірге естейік. Саламатсыз ба? Бүгін халықаралық туризм күні, соған сізге бір-екі сұрақтар қойсам. Саламатсыз ба? Қазақстанда кездесетін туристік аймақтарды білесіз бе? Я, мәселен, қазіргі таңда биыл осы әсіресе Түркістан қаласының Қожа-Ахмет Яссауи кесенесіне көптеген қонақтар келіп жатқан жайы бар. Яғни осы кесененің жаңағы тарихымен танысу, Түркістан қаласының гүлденуіне қаншалықты көркеюде деген мақсатта көптеген қонақтар келіп жатқан жайы бар. Ол Түркістан қаласының тұрғындарына баршаға мәлім. Бұдан бөлек мысалы көрші аудан, Отырар ауданында Арыстан кесенесі бар. Одан бөлек мысалы Солтүстік Қазақстан облысында Бурабай туристік аймағы бар. Одан бөлек мынау Өскеменде Қатон-Қарағай мен Семейде Алакөл жаңағы демалыс орындары бар. Және туристік аймақтар қазіргі таңда Қазақстан елінде күннен күнге көркейіп, сырттан келген қонақтарға келуге барынша жағдай жасап жатқан жайы бар. Бұл біз үшін, еліміз үшін қуантарлық жағдай деп айтуға болады. Я, рахмет. Осы Түркістан қаласында Ұлы Дала елі орталығын көргенсіз бе? Я, осы Ұлы Дала елі орталығында көптеген іс-шаралар болады. Одан бөлек жаңағы ішіндегі біраз жаңағы туристерге арналған, қонақтарға арналған жаңағы көрмелер бар. Сонымен танысып, бір марқайып қаламыз. Себебі қаламызда осындай Ұлы Дала елі орталығында болуы біз үшін, қаламыз үшін үлкен бір жоғары мәртебе деп санауға болады. Өйткені барлық жағдай жасалған Ұлы Дала елі орталығында, әсіресе сырттан келген қонақтарға және де қала тұрғындарына тиімді етіп жағдай жасалған. Рахмет сізге, келіп тұрыңыз. Қайырлы күн. Бүгін халықаралық туризм күні, сізге сұрақтар қойсам бола ма? Қазақстанда туризм неше түрге бөлінеді? Екі. Ішкі және халықаралық туризм. Дұрыс. Рахмет. Саламатсыз ба? Сізге сұрағым бар еді. Қайырлы күн. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Осы Түркістан қаласында туристік әуежайдың атауы қалай аталады? Өзім менің білуім бойынша Хазірет Сұлтан атындағы халықаралық әуежайы. Дұрыс, рахмет. Сіз Түркістан қаласында Ұлы Дала елі орталығының бар екенін білесіз бе? Иә. Мен осы Ұлы Дала елі ғимаратында бірнеше рет болған, маған өте ұнады. Ғимарат өте заманауи стильде керемет салынған. Рахмет. Онда тағы туысқандарыңызбен, бала-шағаңызбен келіп көрсеңіз болады. Рахмет үлкен. Қайырлы күн. Осы Түркістан қаласының тұрғынысыз ба, әлде қонақсыз ба? Түркістан қаласының тұрғынымыз. Керемет. Есіміңіз? Меруерт.
Сізге осы бүгін туризм күніне орай бірнеше сұрақ қояйын деген. Түркістан қаласында, яғни 2025 жыл қандай атау берілді? Қателеспесем, ерекше мәртебе. Дұрыс. Осы Түркістан қаласында ұлы дала ел орталығына барып көргенсіз бе? Барып көрмеген, бірақ естіген бар екен. Ендеше келіп қонақ болыңыз. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе? Осы Түркістан қаласының тұрғынысыз ба, әлде қонақ болып келдіңіз бе? Мен қонақ болып келдім. Қош келдіңіз. Туризм күніне орай сізге бірнеше сұрақ қояйын дедім. Шымбұлақ тау шыңы қай қалада орналасқан? Алматыда. Дұрыс. Осы Түркістан қаласында ұлы дала елі орталығына барып көргенсіз бе? Көрмесеңіз, келіп қонақ болып келіңіз. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Бүгін туризм күні, халықаралық туризм күні құтты болсын. Менің сіздерге қоятын сұрағым, Қазақстан бойынша қай қалаларға қыдырып бардыңыздар? Қай қала ұнайды сіздерге? Маған Алматы, Шымкент, және де сол Көкшетау ұнайды. Барып көрдіңіз ба? Иә, Алматыға, Шымкентке, сол қалаларға барған. Рахмет. Сізге? Маған да ұнайды Алматы, Астана, және тоже Көкшетау ұнайды. Рахмет барлықтарыңызға. Сіздер ұлы дала елі орталығын аралап көрдіңіздер ме? Осы Түркістан қаласында? Иә, алып Брошюраны алып көрсеңіздер болады, туысқандарыңызды. Болу үшін алысқа барудың қажеті жоқ. Әрбір өңірдің өзіндік ерекшеліктері бар. Туған жерімізді танып білейік, қасиетті мекендерімізді қадірлейік. Қала тұрғындары мен қонақтарына белсенділік танытқандары үшін рахмет айтамыз. Туризм күні құтты болсын.